Құрметті менің оқырмандарым және оқушыларым, мен сіздерге бүгін 7 сәуір денсаулық күнімен құттықтай отырып, осы денсаулық күнінде функционалдық сауаттылықты ескеріп, осы функционалдық сауаттылық дегенді көп адам білмейді. Мысалы, біз тәрбие сағатын ресми түрде беріп кетеміз. Осылай да осылай деп ресми түрде өтіп кетеміз. Ал негізінде өмірде болып жатқан жағдайдың бәрі функционалдық сауаттылыққа жатады. Сондықтан да мен сіздерге, оқушылар, әріптестерім, сіздерге осындай денсаулықтарыңызды бір күн болса да көңіл бөліп, осы мекемелерге келіп, емделіп қаралуларыңызды сұраймыз. Себебі денсаулық деген ең бірінші маңызды. Біздер күнделікті өмірімізде күйбең тіршілікпен ештеңені байқамаймыз. Денсаулығымызға елемей жүре береміз. Ал ол ішінде кішкентай ғана леза деген, немесе асқазан, немесе бауыр деген белгі бермейді. Сол қатты ауырған кезде ғана біз негізінде скринингтен уақытында келіп, өздеріңіздің көңілдеріңізді бөліп, осылай тексеріліп тұрсаңыздар, өздеріңіздің денсаулықтарыңыздың алдын аласыңыздар деп ойлаймын. 20 шағын аудан, 20 А шағын аудан, 3-ші дом, Аймекен клиникасы делінеді. Бұлай қарағанда ешкім оны елемейді, клиника бар екен, соның ішінде УЗИ бар екен айтқым келген. Мысалы, ішкі құрылысында да өзгерістер бар екен. Соның бәрін біліп отырмын да, мен енді бірінші рет соның осы кісінің айту бойынша мен анықтап отырмын. Клиникаға келіп қаралғандарыңызды сұраймын.